Сәлеметсіздер ма, қайырлы күн. Бұл жерде біз магнитті қосқыштың контакторлары туралы айтамыз. Бұл жерде 4 контакты және де оған қоса жүретін қосымша приставкалар туралы. Бұл жерде приставкалар бізде 2 замкнутый және де 2 разомкнутый түрінен жалғанады. Бұл жерде приставкалардың 4 магнитті қосқыш сияқты 4 негізгі контактісі жүреді, және де астынан тартқан кездегі манағы контактыларының түйіспелері тұрады. Міне тартып көрсеткендегідей контакт түйіспелерімен осы жерден тиіп қосылады. Енді бізде магнитті қосқыш не үшін пайдаланамыз? Асинхронды қозғалтқыштарда, автоматика жөнінде және де біздегі қазіргі ақылды үйлерде де осы магнитті қосқыштың көмегімен жүзеге асырылады. Бұл бізде 2 қорек көзі, бұларды біз тексеріп, тестердің көмегімен тексеріп көреміз. Бұл жерде біз тексерген кезде вольт емес, омын табамыз, яғни кедергісі, сопротивлениесі осы оммен өлшенеді. 556 көрсеткендегідей біздегі кедергісі 556-ға тең. Ал контакторлардың біздегі бірінші контакт пен екінші контакттың арасындағы прозвонкын тексеретін боламыз. Бұл жерде бізде ортасында келесі біз практика жүзінде тексеретін болсақ, осындай қорек көзі арқылы батырмасында питание беру арқылы лампыға 0 және де фаза проводын жалғап, одан кейінгі бізде пуск-стоп батырмасына жүзеге асырылады. Бұл жерде бізде пуск-стоп, яғни бірінші стоп, екінші пуск батырмасына келеді. Бұл енді бізде стоптан кейін перемычка беру арқылы пуск батырмасына жалғаймыз. Бұл жер жақта да дәл солай, бір жағы замкнутый, бір жағы разомкнутый түрде келеді. Біз оны енді лампыға жалған тексеру үшін қорек көзін қосқаннан кейін пуск батырмасын басқан кезде лампы жанады. Яғни бізде контактор ішіне кіріп, біздегі питаниесін қорегін береді. Дәл соны тексеру үшін стоп батырмасын басу арқылы өшіреміз. Дәл солай тексеріп көріп, біз осылай практика жүзінде магнитті қосқышты және де тексеріп көреміз.